Қайырлы күн әріптестер. Бүгін мен сіздерге бір керемет тағы да бір платформаға сілтеме беріп көрсеткім келіп отыр. Ол бізде сабақтарда қолданатын, яғни суреттерді болмаса кез келген бір мәтінді пазлға бөліп оқушыларға көрнекілік ретінде тарату. Ол үшін біз генератор пазлов деп неге жазамыз поисковикке, іздеу жолағына, және шыққан мінеки Plotter CVG деген сайтқа кіреміз. Генератор пазлов онлайн дейді. Осы сайтқа кіріп, мінеки шаблоны для резки деген ашылады бізде. Бұл жердің бір жақсысы тіркелмей-ақ өздеріңізге керек суретті жүктеп, және соны пазлдарға бөліп принтерларыңыздан шығарып алуға болады, болмаса жаңағы PDF форматта сақтап алуға болады екен. Ал ендеше көрсетейін. Мына жерде бірінші біз загрузка картинки дегенді басамыз. Өзімізге қажетті суретті алдын ала жүктеп аламыз. Мен мінеки жүктеп қойған едім. Компьютер деп, компьютер құрылғылары мысалы. Загрузкасын жасадым. Енді мына жерде мінеки количество деп тұр, яғни пазлдардың количествосы. Біз жерде 15-те 10 болса майда болып кетеді. Мінеки осындай пазлдар көп болып кетеді. Ол оқушылардың уақытын да алады, өзіңіздің де уақытыңыз жетпейді. Сол себептен біз количествосын максимально кішірейтеміз. Мысалы мен бұл жерде 3-те 2 деп берейін. Сол кезде менде осындай пазл шығады мінеки. Осы пазлды біз неден жаңағы сақтап аламыз? Мінеки скачать CVG пазл дейді. Яғни егер сіздің принтеріңіз осы форматты көрсе, онда осылай сақтап жүктеп алуға болады. Болмаса напечатать пазл дегенді басамыз. Компьютеріміз принтер компьютерімізге қосылған болса да, қосылмаған болса да, бізде мынау принтер деген жерде сохранить как PDF дегені бар. Болмаса принтерда өз принтеріңізді таңдап, жаңағы неге шығаруға жібересіздер. Болмаса сохранить как PDF деп жазып, мінеки осындай форматтағы суретті өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Болмаса мінеки LaserJet Pro мен принтерім. Қазір бір бетті осылай не жасап көрейік, распечатка. Мінеки осылай шығады екен. Печать дегенді басайын, бір страница. Мінеки шығардым. Мінеки осылай печатьқа жібердім. Мінеки осындай болып шықты. Енді бұл жұқа қағазға осыны кесіп алып, балаларға берсеңіздер болады екен. Немесе бұдан қалыңдау қағазға шығарып, распечатка жасайтын жерге барып, өзі специально кесетін лазермен кескізіп алсақ та керемет не екен. Цветной қып шығарса тіптен жақсы. Сіздермен болған Назым Оңғарбаевна. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий басып, комментарий жазып, қолдауларыңызды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін тағы да көп видеолар түсіретін боламын. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Назым Оңғарбаевна. Сау болыңыздар.